Әдемі қазақтың кең даласы. Сол далада пайда болатын киіз үйдің құрылымы тұнып тұрған математика. Математика тұрғысынан қарағанда киіз үй негізі 3 бөліктен тұрады: уықтары, шаңырағы және табаны. Уықтары параболаның бір бөлігі, шаңырағы мен табаны шеңберлер. Цилиндр орнықты фигура болғандықтан киіз үйдің пішіні де соған сәйкестендіріліп жасалған. Киіз үйдің есігі тік төртбұрыш, ал керегенің арасы ромб. Киіз үйдің шаңырағынан дәл ортасынан табанына түсірілген биіктігі едендегі шеңбердің центрімен дәл келеді, симметрия осын береді. Бүкіл жан-жануарлардың баспаналары дөңгелек, сфера пішінді болады. Қазақтың киіз үйі де осындай заңдылыққа негізделген. Кереге жоғары жағына қарай тартыла береді, оқ арқылы күмбезге айналып кетеді. Киіз үйдің негізгі өлшемдері ерекше пропорциялы болып келеді. Киіз үй пішіннің айналу беттері, дөңгелек болуы және бұрыштардың болмауы киіз үйдің көркемдігін арттырады. Бұрышы жоқ киіз үйде ауа тұрақты түрде алмасып отырады. Киіз үйді ойлап шығарудың өзі ақиқат ғылымға негізделген.